Жаратылыстану. Қандай денелер жарық өткізеді? Оқу мақсаты. Кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиетін зерттеу. Қайталап есімізге түсірейік. Өсімдіктер, жануарлар, адам және табиғи ресурстар туралы сұрақтарды оқулығыңнан қайталап оқып, келесі аптадағы сабаққа дайын болуыңды сұраймын. Қандай денелер жарық өткізеді? Оқулығыңдағы 74-ші бетке назар аудар. Суретке қара. Сүт құйған стакан мен су құйылған стаканның қайсысы мөлдір? Әрине, су құйылған стакан мөлдір. Мен, сен, біздің айналамыздағы барлық заттар денелер деп аталады. Денелердің кейбіреуі жарықты жақсы өткізеді, кейбіреуі жартылай өткізеді, ал кейбіреуі жарықты мүлдем өткізбейді екен. Ал біз адамдар жарықты денемізден өткізіп жібереміз бе? Жоқ, әрине, өйткені біздің денеміз мөлдір емес. Егер мен сенің қолыңа әйнек берсем, қалай ойлайсың, әйнек мөлдір ме, мөлдір емес пе? Әрине, ол мөлдір, ал мөлдір нәрсе жарықты жақсы өткізеді. Алдағы уақытта жаз мезгілі келе жатыр, ал жазда адамдар көздеріне қандай көзілдірік киеді? Әрине, қара көзілдірік киеді. Олар көздерін күннің қатты жарығынан қорғайды. Қатты жарық адамның көзіне зиян. Сондықтан да қара көзілдірікті көзімізге жарықтан қорғану үшін киеді екенбіз. Қалай ойлайсың, қара көзілдірік мөлдір ме, жартылай мөлдір ме, әлде мөлдір емес пе? Әрине, ол жартылай мөлдір. Өйткені қара көзілдірікті кигеніңде ар жақтағы нәрсені жартылай қараңғылап көріп тұрасың. Ал мөлдір емес денеден ештеңені көре алмаймыз. Енді тәжірибе жасап көрейік. Қолыңа стакан ал, дәл оқулықтағыдай. Қол орамал ал, және кітапты ал. Осы 3 затты алдыңа қой. Кезектестіріп, көзіңе жақындатып қара. Ар жақтағы басқа денелер көрініп тұрса, ол дененің мөлдір болғаны. Аздап көрінсе, жартылай мөлдір деген сөз. Түк те көрінбесе, дене мөлдір емес деген сөз. Енді жауап бер. Стакан қандай дене? Қол орамал қандай дене? Кітап қандай дене? Стаканның, қол орамалдың, кітаптың қайсысы жарықты жақсы өткізеді? Сұраққа жауап бер. Ойлан, суретке зер сал. Қандай құбылысты көріп тұрсың? Иә, бұл құбылыс тұман деп аталады. Тұман таңертеңгілік ерте уақытта немесе кешкі уақытта түседі. Ауа райы ашық кезде алыстағы заттарды анық көруге болады. Ал тұман түскенде көре алмай қаламыз. Жақындағы нәрсені ғана бажайлап көруге болады. Ал тұман алыстағы нәрсені көрсетпейді. Тұман деген не ол? Тұман деген жерге түскен бұлт. Тұман ауа қабатының жерге таяу қабатына ұсақ су тамшыларының немесе мұз кристалдардың жиналуынан пайда болады. Тұман дегеніміз су буы ғой. Ал су буы жарықты нашар өткізеді.
Сондықтан тұман түскен кезде көруіміз нашарлайды. Мысалы, сен моншаға барғанда, моншада бу болса, су буы ғой, сол су буы жарықты нашарлатады. Сол кезде біз айналамызды көруіміз нашарлайды. Су буын қайдан көріп жүрміз? Шәйнектің шүмегінен көреміз. Ал егерде жаңағыдай тұман түсетін болса, немесе ыссы моншаның ішіне бу болатын болса, ол адам көзіне жарығын көруді нашарлатады екен. Су буы жартылай мөлдір деп айтуға болады.